Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Темекіден бас тартқан адамның ағзасында қандай өзгеріс болады? Темекі шегу аса зиянды әдет. Ол жүрек, қан тамыр, өкпе, эндокриндік және онкологиялық аурулардың пайда болу қаупін айтарлықтай арттырады. Соған қарамастан, темекіні өндіретіндердің саудасы әлемнің барлық дерлік елінде рұқсат етілген. Темекі шегетіндердің көбі бұл әдеттің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін түсінгенімен одан тез әрі оңай бас тарта алмайды. Дегенмен темекіні тастағаннан кейін адам ағзасында қандай өзгеріс болатынын түсіну бұл әдеттен арылуға шешім қабылдауға көмектеседі. Адам ағзасы қалпына келе алатын бірдей механизм. Егер адам психологиялық тосқауылдан өтіп темекі шегуден бас тартуға шешім қабылдаса, ағзада бірден мынадай өзгерістер басталады. 20 минут ішінде жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы төмендейді. 12 сағатта қандағы улы газдың мөлшері қалыпты деңгейге дейін төмендейді. 2-12 апта ішінде қан айналым және өкпенің жұмысы жақсарады. Сонымен бірге, осы уақытта адамның көңіл күйі көтеріледі. Ұйқы бұзылуы азаяды. Денеде қуат пайда болады. 1-9 айда ентігу және жөтел азаяды. Бұл тыныс алу органдарының жұмысында ақауы, яғни демікпесі бар адамдар үшін өте маңызды. 1 жыл ішінде жүректің ишемиялық ауруының пайда болу қаупі 2 есе төмендейді. Ал 15 жылдан кейін инсульт қаупі мұндай зиянды әдеті жоқ адамдардыкімен тең деңгейге дейін азаяды. 10 жылдан кейін өкпенің қатерлі ісігінің пайда болу қаупі 2 есе азаяды. Сонымен қатар ауыз қуысы, тамақ, өңеш, қуық, жатыр мойнының және ұйқы безінің қатерлі ісігінің туындау ықтималдығы төмендейді. Адам темекіден бас тартқаннан кейін ағзада оң өзгерістер пайда болуы ұзақ күттірмейді. Егер адам 30 жаста темекі шегуді тоқтатса, оның өмір ұзақтығы шамамен 10 жылға, 40 жаста тоқтатса 9 жасқа, 50 жаста тоқтатса 6 жылға, 60 жаста тоқтатса 3 жылға ұзарады. Темекіден бас тарту шылым шегетін адамның жанындағыларға да пайдалы болады. Мысалы, балаларда демікпе сияқты тыныс алу ауруларының қаупі азаяды. Сондай-ақ темекі шегуді тоқтату қомақты қаражатты үнемдеуге ықпал ететінін де ұмытпау керек. Темекіден қалай бас тартуға болады? Ұзақ уақыт бойы шылым шеккен адам бұл әдеттен бірден арыла алмайды. Сондықтан ол өзінің оңтайлы болатын әдістерді қалыптастыру үшін психологпен жұмыс жүргізуі керек. Сонымен қатар темекіні еске түсіретін барлық заттан, мысалы қораптары, оттық, күл түсіретін ыдыстың көзін жойып, өзгелерден жаныңызда темекі шекпеуін өтіну керек. Егер аяқ асты темекіге деген құмарлық туындаса, ойды бөлуге тырысып, су ішуге, сағыз шайнауға, бірнеше жаттығу жасаңыз, немесе серуендеу үшін далаға шығуға болады. Сондай-ақ никотинге тәуелділікті бәсеңдететін арнайы сағыз, патч, ингалятор қолдануға немесе дәрігерге жүгініп, тиісті дәрі жаздырып алуға болады.